Сәлем бердім баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте тәтті, әрі дәмді, кереметтей муравейник тортын әзірлейміз. Торт түрінде немесе осылай ұсынсаңыздар да дастарханымызға өте әдемі көрінеді, әрі үйдегі бар заттармен ғана дайындалады. Ең алдымен муравейник тортымыздың қамырын илеп дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқамыз бен шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Миксермен пайдалансаңыздар да болады, мен венчикпен араластырдым. Жақсылап араластырамыз. Үй температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. 1 қасық содамызды аламыз. Ыдысымызға салып, 6% уксусымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Реакция жүреді. Ұнымызды қосып, електен өткізіп дайындап алған ұнымызды қосып, жұмсақ қылып қамыр илейміз, біріктіріп аламыз басын. Артық ұн қоспаңыздар. Құрамына не қосатыным, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан салған видеоларым сіздерге бірінші көрініп отыратын болады. Осылай қамырымызды илеп дайындап алдық. Морозильникке 1 сағатқа қойып аламыз. Морозильнигімізден алып 1 сағаттан кейін листімізді алып, пергамент қағазын төсеп, осы бір бөлік қамырымызды теркамыздан өткізіп дайындап аламыз. Немесе ет тартқыштан да өткізсеңіздер болады. Мен осылай теркадан өткізіп алдым. Пешімізді қыздыруға қоямыз. Қызып тұрған пеште осылай өткізіп дайындап алған пісіріп аламыз. Пісіп шықты, суытуға қоямыз. Барлығын бір ыдысымызға саламыз, пісіріп алған екен. Печенье сияқты өте жұмсақ, әрі дәмді болады. Осылай барлығын үгітіп дайындап аламыз. Дайындап алдық. Енді кремін дайындаймыз. Мен осылай 3 желанияны пайдаландым, варенье сгущенка, және үй температурасында тұрған сары майымызды қосып, әдемілеп, миксерлеп аламыз. Осылай басып біріккенше жақсылап миксерлеп алдым. Креміміз дайын. Алдын ала дайындап алғам пісіріп, екеуін біріктіріп, кремімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Осы кезде мақ, жаңғақ қоссаңыздар болады. Өз қалауларыңыз, мен ештеңе қоспадым. Жақсылап араластырып алып, осы кезде торт түрінде жасасаңыздар болады. Бәрін біріктіріп, мен осылай жасадым. Стаканға немесе осылай мен сияқты бутылканың крышкасына, қақпағына жасасаңыздар да болады. Міндетті түрде суға батырып алыңыздар, сонда жабыспайды. Осылай сіздерге түсінікті болсын деп тағы көрсетіп жатырмын. Осымен кереметтей муравейниктеріміз дайын. Мен әдемі көріну үшін Қазақстан шоколадын ертіп алып, үстіне құйып шықтым. Ол міндетті емес, өз қалауларыңыз. Осылай барлығын дайындап аламыз. Осымен кереметтей муравейниктеріміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған таң жарқын. Қош сау болыңыздар.